Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түрлі жабдықтарды лақтыру. Сабағымыздың мақсаты кіші допты лақтыру техникаларын үйрету, жетілдіру және пысықтау. Енді әдеттегідей сабағымыздың алдында біз қауіпсіздік ережелерін есімізге түсіріп пысықтап аламыз. Онан кейін спорттық киімімізді киеміз, арнайы, ыңғайлы, және алдын ала жаттығулар жасап аламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы доп лақтыру болғаннан кейін біз иыққа, қолға көбірек мән беріп, көп жаттығу жасаймыз. Иықтарымызды жақсылап қыздырып аламыз. Қолымыздың буынын, бас буынын қыздырамыз. Негізінен кәдімгі қарапайым жалпы дамыту жаттығуларын жасайсыздар. Сосын өз кезегінде манағыдай иығымызға, шынтағымызға және қолымыздың басына көбірек жаттығу жасаймыз, көп қыздырамыз. Дене неғұрлым қызып тұрса, соғұрлым бізде жарақат алу қаупіміз аз болады. Әрі біздің әрқашан жаттығу жасау арқылы бүкіл бұлшықеттерімізді біз шынықтырып отырамыз. Соның арқасында біздің бүкіл қан айналымыз жақсарады, денсаулығымыз жақсарып отырады. Енді балалар, мен сіздерге осы кіші допты лақтырудың техникасын қысқаша және нақты қазақша түсінікті тілде түсіндіріп өтейін. Жалпы бұл доп лақтырудың техникасы, байқасаңыздар, найза лақтыру спорты бар ғой, сонымен техникасымен өте ұқсас. Допты лақтыру фазаларын өзі екіге бөліп қараймыз. Лақтырудың алғашқы бөлігі снарядты ұстау және екпіндеп жүгіру болса, екіншісінде соңғы бөлімінде күш элементтерін және лақтырудан кейінгі тепе-теңдікті сақтау фазасын қамтиды. Енді снарядты ұстаудың ережесін үйретейін. Допты алақанға қыспаймыз, саусақтармен ұстаймыз және лақтырған кезде қолдың соңғы буынының күшін де пайдаланамыз. Допты лақтырғанда тек қана қолдың күшімен лақтыру ол аздық етеді. Сондықтан лақтырушы адам міндетті түрде жүгіріп келіп, екпінмен келіп лақтырады. Сол кезде біздің лақтыру нәтижеміз жақсарады. Көбіне спортшылар 5 қадам жасап келіп лақтырады. Яғни 4 қадам жасайды, 4-ші қадамды аяқты қойғаннан кейін 5-ші қадам бүкіл дененің күшімен алға екпінмен зытыра лақтырады. Осы кезде басты назарда ұстайтын нәрсе ол лақтыру алаңының сызығынан өтіп кетпеу керек, баспау керек. Оған қоса тепе-теңдігімізді де жоғалтпауымыз керекпіз. Яғни лақтырған кезде біз тепе-теңдігімізді міндетті түрде бақылауда ұстауымыз керекпіз. Іс жүзінде әр адамның доп лақтыру ерекшелігі әртүрлі, сондықтан қадамы да бәрі әртүрлі болуы заңды. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.